мен бүгін кітап оқимын. Сәлеметсіздер. Не қашан Мен оқимын? неге істеймін дәлірек істеймін. Мен қазір Мындай ағасы деген сөз келдім. Ағасы. мындай қас деймісің? Ағасы бой бір томақты сақал қарақ томан бір адам келіп етімді таратып жеп кетті дейді. Ертеңіне қолатай ораташысының тастап кетеді. Бұл еті асып отырғанда бой бір там сақалды қорақ тотам бір адам сәлем беріп кереп келеді. Маған ет салып бер дейді. Бұл айтады саған не себепті ет беруіне керек. Асқан етіңді беретін адамны бар. Бой бір томам монда көтеріп өріп астына басып атырып еттің бәрінің тартып жейді де атына мініп кетіп қалады. Кешке аға інісі келеді. Бұларға беретін ет жоқ. Сонда ол сендерге асып отырған етімді бой бір тотам сақал қарақ тотам бір адам келіп жеп кетті дейді. Сонда Құлатай батыр ашуланады да ерденіне өзі қалады. Екі ағасы аңға кетеді. Ағалар кеткеннен соң Құлатай қазанды толтырып ет асып отырғанда бой бір тотам сақалы қарақ тотам адам кіріп келеді де Құлатай еттірайды саған асып отырған ет емесі ол өзіден сақал қаласы бар дейді. Қалай бұл сөзге бой бір тотам сақал қарақ тотам ашуланып Құлатаймен алыса кетеді. Құлатай солаға жерден оны сақалынан ұстап ала да көтерген. Бойында ескінің алтында бір бөntері бар. Тұрған кісіні көреді. Таң атқан соң қараса әлгі бойын бір томтам сақалын өзіп қашып кетті. Үшеуі бой
bir totamның ізіне тосып келе жатты бір уақытта бой бір тотам бір қара тасқа қалыпты де сол жерде ізі жоғалыпты қарап тұрса ешқаш жаққа кеткен із көрінбейді қаладай ботыр қара тасты алқа тұрып көресе асты кетіренің қалдық еткен қалатай ол осы қасқан түскен қара еді ойланып расында да бой бір тісі шығатын арқан бар екен енді құлатай сонымен түстік болады сөйтіп ағаларына арқанды қимылдатқан уақытта сендер тарып алыңдар дейді осыны айтады да құлатай қатыға түсіп кетеді құлатайдың екі ағасы қатақтың құдық басында қалады құлатай қос қотығына түбіне түсіп қараса үш ақ үй тігулі тұр екен ол енді сол үйлерге қарай жүреді алдымен ортадағы үйге бойын жақында ішін кесіп үш қыз отыр бұлардың жанында жаңағы бой бір тотам бар екен құлатайды көрген бойында ол ашуланып сен неткен жасың ненің үйіне екі сұрақсыз кіресің дейді бұл үш қарындасымен бір көлдің қара басына елден бөлек үш ақ үй тігіп жатқан бір ханам баласы екен қарындастарының көйлеге бермей аламын деп келген жан болса өлтіріп тастап отыратын көрінеді. Болдық наны бітірдік, кейін аяқта бітірдік. Давайте, достар, бүгін видеомыз бітті. Сау болыңыздар. Сау. Сіздер сау болыңыздар деп айтпайсың. Сен айт.
достар, күшті легі. Қайтаңыздан видео қойыңдар. Сонымен лайкты қойыңдар, лайк, Я еще подписчик. подписчик, мынандай комментарий жазыңдар. Сондайлар Еще жазыңдар. видео қойыңдар. Сонымен мынандай күшті видео шығылды.